мына жерде не? Ё-майо! Адам өлген ғой мына жақта, жетел, қан неде? Короче, жігіттер, актерларым, дайынсыңдар ғой, я. Бүгін біздер Айшуақтың мощный пранк жасайтын боламыз, я. Айшуақ, осы яқым, мен новый YouTube қосылып келгелі, Айшуақ маған уже қаттарынан пранк істеп келіп жатыр, мен тоже Айшуаққа қайтаруым керек. Короче, түсіндіңдер ғой, я? Иә, түсіндік. Болды. Мен келген кезде ойнатып берсеңдер, болды енді. Мен дальше YouTube-ға осы қарай кеттім. Хей, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Ринат. Чо там, қалайсыңдар достар? Видеоның басындағы достар барлығын сіздер біліп отқан шығарсыздар. Я, мен Айшоқтың компьютерін пока что бұзып кеткем. Ол видео түсіре алмай жынданып отқанша мына жерде. Делинің есігі ашылып қапты. Айшоқ? Чо там ау? Не істейміз, видео түсіреміз ба? Өшіп қала береді компьютер қара. Ой, кән? Осы айын десең өшіп қалып. Қошшы, ой? Өлі? Бұл не үшін енді? Білмеймін өзім. Сен? Қоя? Делиннің видео компьютеріне отса, кеттік видео түсіп тсек. Кірсей? Компьютеріне кеттім өзімнің. Видео түсіргендер, бас сынып бір жа. Дәрі бар ма? Дәрі, парацетамол ма? Парацетамол, қызып. Кәні? Басын денең жаман қызып тұр ғой, тоқта онда. Сен аняға жата тұрсай мека, врач шақырайын онда. Сич. Ебамно. Каз, суа кеп берем, давай. Так, Айшоқ ауырып атырым дейм, Так, қазір онда мен врач шақырайын бұған. Дәргер, мына досым ауырып қалды. Бүгін видео түсіріміз керек еді. Мына досым жазылмаса видео түсіремеміз, сол досым жазып беріңізші. Айшоқ қаяғы, тұрсай, тұра бермей. Врач шақырып қойдың, Айшоқ. Тұрамай отырып қой енді. Врач шақырып қойдың. Врач деген, емдемеймін мен, укол ма? Отшы қатя бы, нәқа, тұрсай. Көтеріп, ой. Врач, сомен, қара денесі дене қызуы несі қызып тұр. Сосын, жаңа бағана кескеніміз, жалпы не бұл? Мен бұл досыңызды зерттей, сіз шыға тұрыңыз, я? Шыға тұрыңыз? Жарайды. Абайлап емдеңіз, Мынау, короче, достар, мен беткесіп қойдым врачпен. Қазір врач маған айтады қандай Айшоқ немен ауырып қалғанын. Мен әлі білмеймін, достар. Может, Айшоқтікі әшейін тұмау болып қалуы мүмкін, или әшейін басы ауырып қалуы мүмкін, или жынданғаннан білмеймін, достар. Қазір врач шықса, достар, Айшоқ... Кетейш! Больницасын ес? Қандай больница? Вирус, карантин жауып тәйіз больницаға бірдеңе деп отыр ғой. Өлесің деп. Жоқ, кән, қойай? Кән, күте тұр. Айшоқ, өзім сөйлесем, мен сөйлесем, кірмей тұра тұр. Доктор, менің досым не оқып қапты? Сіздің досыңыз ештеңе жоқ. Басы ауырып қалды ше, компьютердің алдында көп отырып. Сондай ма? Жарайды, доктор, онда. Мұның жынды ғой. Доктор, осы жақта тұрыңызшы, мен келем. Айшоқ, кесі ерге, бергесей? Не? Досым, сен ауруыңдың себебін айтты ғона жерді. Досым, жүрсей? Отшын аяқа. Қайдағы вирус бе? Саған емделу керек. Вирус болады менде. Емделу керек саған. Өз, басым ауырып тұр. Рак болып қалуы мүмкін, Айшоқ. Ешқандай тұмау ештеңе емес бұл. Просто врачтың өзі айтып отыр. Айтыңызшы. Иә, сондай ғой, сондай. Көрдің бе? Врач қазір атып өлтірем мен сізді. Айшоқ, саған емделу керек. Ренат, неге атып өлтірем бар ғой. Саған емделу керек, Айшоқ. Ауыр емеспін мен. Ауыр отқан жоқпын мен. Қалай ауыр, жаңа ғана айтты ғой, врач шақырмағанда, может асынып кетеді ме? Болды, сен больницаға кетеміз. Айшоқ, қуасың ба, емделмеймін деген несі? Барда емдел бол, уақытың барда емдел бол. Мен жауаптайын деп отыр ғой қазір. Жоқ, өзім йогурт, биос, бананды апарып берем. Ана врачың айтқан сізге қуй жерің оны ютубқа ұстан. Қуасың ба? Сені ойлап тұр ғой. Дұрыс қуу керек ондаларды. Тупой, емдел дейм мен саған. Просто ауыру емес, Айшоқ, ертең асынып кетсе өкініп қаласың. Ренат, басымды қатырмаш.
ей жүр айшоқ жүр кеттік мен сені ана сен машинамен апарып тастаймын неге басшы бар. поликлиникаға точно бармайсың ғой точно бармайсың ғой Бармаймын. бопты өзіңнен көр онда мен онда ше мен қазір не істеп келейін барып ана жетелдің магазиніне товарлар келген ғой соны тасып келейін Мен өліп қалсам не болады Ренат? Ауру емес мене. вот именно өліп қалсаң не болады абайла сонда да мен көресің ғой мен саған айттым ақылымды айшоқ Ренат. Өлгім келмейді, мене жаспын ғой әлі. бопты мен кеттім жетел магазиніне барып заттарды түсіріп қайтайын сен жүре тұр үйде бірінші этажда тамақ ішіп отырсай болмаса кеттім мен емдел десе емделмейді жынды мынау тұмау байқұс бала тұмау оны кәдімгі асқындырып жібердік қой так енді достар мына қараңдар достар мен старший лейтенант сондай болып келдім ана айшоқ әлі даладағы ана оқиғаны әлі көрген жоқ достар так тук кім бар мына жерде ашыңыздар Кім бұл? аш кім болушы еді Кім бұл? сәлеметсіз бе менің толық есім Алейкум ассалам. оу талып қалдың армияға емес бауырым қорықпа армияға барғың келе ма армияға барғың келе ма Прикол керек болып тұрған жоқпын. Вирус бұл ауыр өлесің деп жатыр маған. не онда емделмейсің Қорқам мен. Ауру емеспін мен. ай сен ауру деп отқан жоқ сен армияға да кетейін деп отқан жоқпыз сен кеше машинамен жаңағы бір жетер екі адамды қағыпсың в общем видеокамерадан көріп қалдық жүр сен менің артынан Кім қақты? сен в общем машинамен қағыпсың соны біз естіп біліп жатырық болды сен түрмеге сотталасың жүр арты әңгіме ештеңе керек емес Братан, машина айдағанда жоқпын ғой мен. так бас ал аяғыңды сендейлерді соттау керек жүр демеу таста еще сенде суық қару бар ма так мынаған примерно 4-5 жыл кетсе жүр бері кел жүр ана жаққа қарай ана жақта не болып жатқанын қарасай сен мынаны қара кеше мас болғансың ба или есіңді білесің ба или мойындамай тұрсың ба білмеймін мына жақта екі адам сен қағып кетіпсің Мынау кім бе? білмеймін мына жақта адам жатыр ғой кәдімгі мынаны қара біреу осы ауылдың тұрғыны жетел екен қақпадым мен жігіттері. мына жақта куәгерлер бар ал сайра балапан майор мырза мына айшуақ деген кеше менің досымды қағып кетті қасында еще оның туысқаны бар туысқанымен бірге қағып кетті мызым өлтіріп кетті еще міне өтіріп соқпашы сізге өтіріп соқпашы жетен мен. Сізге заявление жазылған айшоқ сізге заявление жазылған жігіттері ойнамаңдаршы еще сізде ауру бар екен ғой тем более кеттіңіз оу өкіметтің жеке машинасы неғып отырып отырсыз жүр кеттік мен сізді қамаймын жетелдер доказы ойната беріңдер так мен қазір қайта өзім Ренат болып алайын так мылтықтарды алып тастаймыз так болды ғой айшоқ қашыңдар айшоқ не болып отыр айшоқ сен 2 айда өлесің дейді прикинь не болып жатыр мына жақта жігіттер кім қағып кеткен оларды айшоқ өлмеймін қалай білмеймін қайда қашып баратсыз өлмеймін деймін үйге баратын қақпадым ғой мен оларды мистер Ренат айтшы мистер полицейский мырза не болып отыр мына жерде сіздің досыңыз мына жақта адам қаққан сотталайын деп жатыр досыңыз қойыңыз бұл досым еще инвалид қой жапқандары бұл досым еще инвалид қой қалай алып кетесіздер сіздер инвалид бола ма басқасы бола ма адамның өмірін тағдырын бұзды болды алып кетеміз қойыңыз айшоқ алып кетеміз дейді ғой сенде еще оружие братан қазір айшоқ мен ешкім қақпадым мен не істейміз енді мыналарды братан бір нәрсе шешуге болмай ма мен қатысым жоқ қалай сонда шешуге жарайды онда братан мен досымның заттарын жайлап жинай берейін түрмеге қаншаларды алып кетесіздер примерно досымды сағат 2 сағаттан алып кетеміз заттарын жинап болды ау түрме жігіттері мен қақпадым ғой досым мына жерде адам өлтіріп досым мен сені қалай қорғап аламын мына жақта адам өлтіріпсің ғой сен мен емес қой камера доказательство бар ма мен машинамған соғылған машинаған енді қатырады екенсіңдер сендер айшоқ енді білмеймін жарайды братан анау балаға врач қой анау балаға врач қой анау
врачта да жакта не істеп жүрсіз? Сенің инвалид досың мыякта адам өлтіріпті ғой. Өлә, инвалид демесеңізші оны. Өлтірмедім мен ешкімді. Анау 2 айдан кейін өледі еще түрмеге кетіп баратыр. Ха. Еба. Мынадай асылып қалатын емен Айшоқ. О май, мына қандар шаш. Жібере! Ей, братан, тоқтаңыздар. Жібер! Ей, Айшоқ, бер келей Айшоқ. Досым, Итаки 2 айдан кейін өледі екенсің ғой, болды ғой. 2 ай түрмеде болып отырасың. Жүр кеттік үйге жүр. Құшы, Ренат. Үйге жүр. Заттарыңды жинаймыз, жүр, түрмеге кетесің. Апап тұрам. Жоқ, бағана өзің больницаға бармаған өзің. Қуасың ба? Енді түрмеге барасың, жүр кеттік. Саған бір адам қақтады ма? Қақпадым ғой мен. Қалай қақпадың? Сен Қақпадым ғой мен. кеше ұйқылы ойы қақып кеткен шығарсың, может. Ана мен полициялар бостан-босқа келіп тұр дейсің ба? Қақпадым ешкімді. Жүр, короче, басында ортпай. Айшоқ, яқта аналар сені қинамай тұрғанда шешіп көреміз, жүрші. Соталасың бірақ бәрібір. Жүр, Айшоқ. Досым ай, жасың 18 еді ғой әлі. Жарайды. Саған біреу адам қақ деді. Тыныш жүру керек та, машинаң қан сен? Мен қақпадым, білмеймін. Жоқ қой, мен қақпадым. Неғып қорқыватсың? Қолыңмен істегенді мойныңмен көтер деген. Мен қақпадым, Ренат. Ешкім қақпадым, Ренат. Жынды бола басасың. Ренат. Ешқандай жала емес. Мен ауру емеспін, Ренат, мені. Қалай ауру емеспін? Қалай ауру емес? Сен аурусың еще. Жүр, зат. Кәме өзім заттарымды жинаймын. Кеттім мен 3-ші этажға. Мә, достар, мынау жынды боласады ғой. Мә, достар, ойлаңдаршы. Саған врач кеп 2 айда өлесін деп тұрса. Еще анаяқтан полициялар кеп саған түрмеге алып кетеміз деп тұрса. Йо, достар, өздерің елестетіңдерші. Так, енді Айшоқтың комнатасын тап-таза қыламыз қазір. Қазір достар, мен Айшоқтың маған жасаған пранктарын өзіне 2 есе қайтарам бүгінгі видеода. Бәрі келесі Айшоқ маған қандай пранк істеткенін біліп қойса. Так, мынаның бәрін алып тастаймыз. Так, енді Айшоқ ана өз еркімен келмейін деп тұр ғой, мен онда бұны бұл жаққа телепорт тартып алайын да, короче. Так, Ренат. Оппа. Айшоқ, міне, короче, заттарын жинап қойдым. Ана 1-ші этажда чемодандарым тұр, болды. Жүр кеттік. Айшоқ. Өлмедім мен. Ешкім адам өлтірмедім, Ренат. Ренат адам өлтірмедім, Ренат. Заттарын болды, түрмеге кетеміз. Болды, аналармен сөйлесіп келейін, давай. Так, достар, неға. Оппа дейміз да. Болды, қайттан майор боламыз. Ей, балағай. Тупой. Тұр. Ей, топас. Ей, балағай. Сені асыл бөлім деп тұр ма? Өзіме қатсам мен онда. Мына ауру ғой. Жүр. Ешкім өлтірген жоқпын. Доказательствоң бар ма өлтірмеген? Аяқты жетелердің барлығы сен өлтірді деп тұр. Братым, мен түрмеге неше уақытқа кетем? Түрмеге ма? Так, аяқта жетелдер сені, врачтар сені 2 айда өледі деп тұр. Адам өлтірген үшін навсегда? Өлгенше ма? Иә. Ақыры өлем ғой. Есен деп атсың ау? Соңғы рет машина қойып, машинаны қатты жақсы көрем, братым. Жоқ ой, қандай машина? Соңғы рет бір-бірге айналып келейінші деп едім да үшін. Жүрей. Достармен қоштасуға бір 10-15 минут берем, одан кейін жүр. Еш жаққа қаша алмайсың, түсінің ба? Вертолет бәрі келеді. Сен андай опасный несің. Тұтқынсың. Машина, сол машина кесірінен сен адам өлтірдің. Білесің ба соны? Братан, жігіттері мен өлтірмезім ғой ешкімді, жетелдері. Айша, отырсақ ба, сен адам өлтірдің. Сен лайық емесің, кет құрам түрмеге. Ешкімді өлтірмедім, жігіттері. Айшоқ. Ешкімді өлтірмедім ғой. Так, неқаға балайық та. Ойбей. Анау қаяқта? Жігіттер, анау қаяқта? Анау қаяққа кетіп қалды. Анау қаяққа қашып кетті. Йомай, досы, анау қаяққа қашып кетті. Так, Так, Айшоқ. Мына жын топас қаяққа қашып кетті. Мына жынды анам
полицияның машинасы қашып кетті достар. Еба достар. Мына пранк ауыр кетті бірақ адаға де. Еба. Айшоқ бергелеу. Айшоқ телепорт барайыншы. Так. Айшоқ. Еба. Айшоқ тұр. Тұр Айшоқ. Сен әлі сотталмағансың ба? Жүр Айшоқ, соттаймыз сен. Сотталмаймын Ринат. Айшоқ сен алып кетеміз деп жатыр ана жақта. Досысың ба мен Ринат? Не болды? Жүрші. Қаяққа? Жүрші. Мен полициялар шақырып қойдым қазір. Келеді қазір. Досым, сен мен неғып шақырасың полиция? Құтыстың қаяқты. Ұстаңдар мына жерде. Бергелей. Достай. Досым. Бергелей. Қаяққа қашып баратсың? Шекеңнен жабыстырып қылайын ба? Жүр, соттаймыз сен деді қой. Қолынан келе ма? Мәсаған. Оңбаған дегесі. Айшоқ. Мен сен соттатам түсіндің бе? Тұр болды Айшоқ. Тұр. Соттатам мен. Тұр. Соттатам Сен яп. Көтіңе қарамай яп выживание өтіп алғансың. Қазір мен бұны... Өлмеймін. Бергел болды. Ешқандай өлмейсің. Тұмаусың сен. Ринат маған жақындамай қойшсын. Досымды өлсін. Ойдап айтам, жаңағы полицейский болып жүрген мен ғой. Сатып кеттің ғой сен. Мен сен нәхат. Түсіндірем қазір бәрін. Айшоқ. Так, бұл негізі пранк болған етін. Бұл телепорт, Айшуақ, Ринат Қазақ. Опа. Айшоқ, нағын бәрі клоун ашын. Ешкімді өлтірген жоқсың. Өлтірмедім ешкім. Ешкімді өлтірген жоқсың. Нағын бәрі өтірік демей саған. Просто саған пранк жасаған ба бүгін? Мына ойшық мылтықтан неғып қорқып жүрсің? Сен еще 2 айдан өлмейсің. Тоқта, 2 айдан өлмейсің еще сен білесің ба? Сен әше тұма оқып қаласың ғой? Не үшін? Вұрын. Сен білесің ба? Атпа. Айшоқ. Білесің ба ана? Саған пранк жасау үшін бәрін шақырдым ғой мен. Полицейский бар ма, врачың бар ма, жетелден барлығын жинап. Баш бар. Айшоқ, не ол, ренжіп қалдың ба? Маған пранк істегенде бәле дейсіңдер, не мен пранк істесем ренжіп қаласыңдар? Адам осылай пранк істей ма? Вот патолог пранк та бұлай Айшоқ. Мен ренжіп қалдым, бұның көңілін табу керек екен достар. Хош достар, бүгінгі видео ұнаса лайктарыңызды басып арнаға жазылуын ұмытпаңыздар достар. Осындай видео болды. Бұны патолог пранк болды. Сіздермен бірге болған бұл мен Ринат. Давайте.